қыз деп айтқан кезде балдардың әкесі қыз ба не? 5 баласына дейін әйеліне мүлдем қарамаған. Бірақ оған ағасы көмектеседі. Спасатель, жертва, тиран. Первые роды всегда тяжелые. Мен бүкіл пациентімді түсінемін. Он обязан, она тоже обязана деген сияқты. Ер адамдар жазады, мен әйелімде симфизит. Көбіне құлықтың асты ауырады да қасаға сүйекті ажыратып жібереді. Енесі молодец, вообще молодец. Құрметті оқырмандар, өзінің жеке историясына келдік. Ол теманы айтуыма өте ауыр. Қазір қалайсыз ба? Әйелдерге керегі просто оларға внимание. Менің қызым үшін өте ауыр, маған да ауыр о нәрсе. Измена жасайды маған. Басқа остеопатқа барады. Мамам всегда қолдау беретін. Сен молодецсің, сен күштісің. Жүрек тоқтаған жағдайда 5 минут қана өмір сүре алады ми. Жан айқайым менің де шынымен айтайын. 40 күнге дейін ешкім үйіне бармай қойыңыздар. И долгожданный ребенок болды ғой. Енді маған ол ребенок бұл желанный. Меніңкі бірінші ұл болса екен деп ойладым дейді. Қарасаңызшы, бір ғана ой. Ұл болса екен деген. Бүгінгі шығарымда біз бұл кісімен бірге қазіргі таңдағы әйелдер мен балаларда болып жатқан проблемалардың нақты шешімдері мен нақты неге болып жатқаны туралы анықтап, сол бойынша сөйлесетін боламыз. Бұл кісіні толығырақ таныстыра кететін болсам, бұл кісі невролог, остеопат, 10 жылдық тәжірибесі бар. Сондықтан да бұл жолғы экспертлікті толыққанды ашатын боламыз. Егер де арнаға тіркелмеген болсаңыздар, онда арнаға тіркеліп, репост жасап, колокольчикті де басып қойсаңыздар болады. Ал Ақерке ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік Бейбіт мырза. Шақырғаныңызға рахмет. Өте керемет. Бүгінгі шығарылымға осылай настроениемен келгеніңізге және де шақырған кезден жерден қалмағаныңызға өте көп рахмет сізге. Бүгін біз талқылаймыз, Құдай қаласа, әйелдерді және де балаларды. Қазір өзекті мәселе болып жатыр ғой. Әйелдердің проблемалары. Тұрмысқа шығам дегенше, тұрмысқа шыққаннан кейінгі период, именно босанғаннан кейінгі период, именно сол мәселе өзекті болып тұр. Оны қозғағаныңызға, именно сіздің каналыңызда шығып жатқаныма мен қуаныштымын. Өте керемет. Қазіргі таңда Шымкент қаласында 5000-нан аса клиентті қабылдаған Ақерке ханым өзінің опытымен және де әйелдерге қалай көмектесу керек туралы бөлісетін болады. Ең бірінші сұрағымыз, Ақерке ханым, босанғанға дейін әйел 2 қабат кезде өзіне қалай қарау керек негізі қазіргі таңда? Әйелдердің күтімі босанғанға дейін бала дүниеге келмей жатып, яғни ол зародыштың да, былай айтқанда плод бекімей жатып, әйел адам дайын болу керек. Неліктен? Ол негізінен 0 деп айтамыз, енді ол ұрық бекіген кезден бастап 0 период, 0-ден 6 айға дейінгі период ең маңызды периодтардың бірі. Бала жатырға бекіген кезде, ол кезде желанный ребенок, если желанный ребенок, ол кезде ата-анасы күтеді. Кейбір әйелдер мұндай болады, незапланированный беременность деген нәрсе болады. Ол кезде де баланың ұрықтың дамуы, бала емес, ұрықтың дамуы, плод дейміз ғой, ұрықтың дамуы ол баланың болашағына әсер етеді. Анасының состояниесі, әйелдің жағдайы туылған баланың өміріне әсер етеді. Егер де дайындалмай көтерген болатын болса. Дайындалып көтеру, яғни ол 2-3 ай бұрын тұрмысқа шыққаннан кейін, енді мен қазір гинеколог емеспін, бәрі ойлайтын шығар, гинекологический проблемаларды қозғап жатыр деп. Жоқ, именно остеопаттардың ішінде мен өзім дәрігер болғандықтан именно осы мәселені қазір қозғап жатырмын. Өйткені маған босанғаннан кейінгі периодта әйелдер андай проблемалармен келеді. Баласында ЗПРР болу қаупі бар, моторлық дамуында қалыс қалу, немесе сенсорлық дамуында қалыс қалу. Егер де оны толықтай ашатын болсақ, моторлық даму, яғни баланың өмірге келгеннен кейінгі басын көтеру, қолын тіреу, одан кейін аунау, өзінің периодтар бар моторлық дамудың, аунау, отыру, содан кейін уже жүру деген сияқты моторлық даму болады. Сенсорлық дамуға баланың күлуі, сөйлеуі, гулеуі, даже 3-4 айында солар қалыс қалып жатады. Сондықтан мен именно аналарды жүктілікке дайындалуларын айтатын едім. Сіздің сұрағыңыз жақсы кетті осы жерде. Жүктілік кезде ана қандай мәселелерді қолға алу керек. Өзінің витаминдерін ішу, уақытылы ішу, эмоционалдық состояние, көбіне эмоционалдық состояние, яғни әйелдің психикасы іштегі балаға әсер етеді.
ойлайды кейбіреулер жаңағы ата енесімен тұратындар көбіне, даже ата енесімен тұрмаса да, бөлек тұрса да, күйеуімен ұрысып қалса, немесе жаңағы гормональный фонында ол токсикоз болуы мүмкін. Сол периодтарда бала қысылады. Көбіне оны мен нормальный босандым деп айтады да, қалыпты босандым, қалыпты жағдай ғой, нормальный ғой дейді. Жоқ. Жүктілік кезде сіздің стрессовый ситуацияңыз, любой стрессовый ситуация, солар баланың іштің жаңағы жатырдың тонусын алып келеді. Ішіңіз жиырып қалды ма жүктілік кезде десең, я сондай нәрсе болған дейді да. Осылардың барлығы негізі психологиялық жағынан болады ғой көбінесе. Иә. Осы жағдайда күйеудің ол процесске араласу бойынша қалай, әйеліне қарау керек бойынша, негізі қазіргі таңда енді қазіргі адамдар қарап жүр, енді әйелдеріне барынша қолдарынан келгенше, но көптеген еркектері бар, просто так әйеліне қарамайтын. Сол бойынша не айта аласыз? Осының әсері қалай? Әйелдің бала жатырға бекігеннен бастап, ол кезде әйелді сопровождать ету керек, яғни психологиялық түрде қолдау керек. Әйелдің психикасы өте нәзік болады. Ол именно ол периодта нәзік болады. Ол тез ашулану мүмкін, тез шаршауы мүмкін. Екі адамға жауап беріп жатыр ғой, ол бірінші жүктілік болсын, екінші жүктілік болсын, хоть 10-шы жүктілік болса да, ер адамның қасында оған көмектесуі өте маңызды. Осы бойынша жауапкершілікті қалай алуға бойынша еркектерге қандай кеңес берер едіңіз? Жүктілік кезде, жүктілік болды, ол кезде токсикоз болса, астапқы периодтарда да, бала бекіді, ол гормональдық фон өзгереді. 12 аптаға дейін, кейбіреулерде ол 20-30 аптаға дейін токсикоз болуы мүмкін, әртүрлі ол. Сол кезде ер адамның түсіністік танытуы, үйдегілердің түсіністік танытуы, ол балаға қатты әсер етеді. Анасының токсикозы, ол итак тамақ жей алмай жатыр, су іше алмай жатыр да. Ол кезде ер адам мейлінше сөздей болсын, былай қыдыртып деген сияқты морально, материально как-то көмектесу керек негізі. Жағдай гүлмен үйіп төгіп деген сияқты процесс жасамаса да, морально түрде сөйлесіп, қарапайым сөздер ғой. Соны көбісі түсінбейді. Сол бойынша сауаттылық жоқ болған соң көбісі бейжай қарап жатады. Менің мынандай танысым бар, негізі қазіргі таңда 5-ші баласы туылайын деп жатыр. 5 баласына дейін әйеліне мүлдем қарамаған. Бірақ әйелі өзіне қарайды, өзіне жақсы жақтарымен, мысалға продуктыден де азық-түлік барлығын жейді, өзінің қалауы бойынша, токсикоз бойынша не болған кезде бәріне өзіне қарайды. Бірақ оған ағасы көмектеседі. Әйелдің ағасы көмектеседі, ағасы беріп тұрады ақшаны, білдіртпей деген сияқты. Білдіртіп те беруі мүмкін, бірақ мен ол жағын білмеймін. Но сондай процесс, соны көремін да, мен енегді қынжылам. Неге осы 5 баланы туып беріп жатыр, 5 үйде бала, бірақ неге дәл осындай жағдай болып жатқаны мен қынжылым, шынымды айтсам. Өйткені еркек, әйел 2 қабат болған кезде оны қарау керек, оған деген жауапкершілікті алу керек деген сияқты процесс. Ал егер де ол болмаса, енді біз последствияларына алып келейік. Последствиясы бойынша, яғни сіз айтқан дүниелерді жасамайтын болса, онда баланың туылу процесінен кейін сізге клиент келгенге дейінгі процесс бойынша сөйлессек енді. Қазір менде барлығына топырақ шашпаймын. Барлығына бірдей, ол 100% ер адамдардың барлығы әйелдеріне қарамайды деп айта алмаймын. Кейбір, енді мен ассистентіме жазады ғой, кейбір ер адамдар жазады. Әйелімді приемға жазсам деп едім, жүктілік еді, жаңа токсикоз, немесе симфизит, әсіресе осы қазір актуальный тема болып жатыр да. Симфизит, әйелім бел ауырып жүр, іші ауырып жүр, ішімнің төмен жағы ауырып жатыр, сізге емделсе деп едік деген ер адамдар жазады. Мен барлығы бірдей емес. Күнді кеше, оның алдың күні да ер адамдар бірен саран жазып қояды. Ойлаймыз, біз өз жазылайын деп жатырмай. Негізі бізде орталық өзі әйелдер мен балаларды қолдау орталығы, емдеу орталығы былай айтқанда. Соларға қараймыз. Әйелдер мен балаларды ғана қараймыз. Бірақ ер адам жазған кезде как-то бір түрлі болып қаламыз. Бірақ сонда да ер адамдар жазады. Мен әйелімде симфизит. Симфизиттің темасын білген өте жақсы. Көп ер адамдар біле бермейді, даже мен таныстарымды айтады, постоянно симфизитті айтып жатасың ғой, ол не деп. Қуықтың астында қасаға сүйек бар. Қасаға сүйектің ажырауы болады. Егер де жамбасқа салмақ түсіп кетіп, жамбас ашылмай қалған кезде, релаксин деген гормон бөлінеді. Жүктілік кезде релаксин деген гормон бөлінеді. Ол жамбасты ашуға, оны босануға дайындайды. Сол кезде мынау 8 көз бен мықын сүйек ажырамайды екеуінің арасы.
көбіне вот қуықтың асты ауырады да қасаға сүйекті ажыратып жібереді екеуінің арасы. Сосын әйел адам жүре алмай қалады. Енді ол, конечно, ол тұрмыс тіршілікке әсер етеді. Үйде екінші бала болуы мүмкін деген сияқты. Үлкен болуы мүмкін, екінші жүктілік болуы мүмкін. Сол кезде ер адамдар тыпыршып бастайды. Ондай да ер адамдар бар. Ондай даже приемға келіп қабылдауға әйелі кушеткіде жатса, күйеуі қасында отырады. Это жақсы, прям күшті, ана қуанатын жағдай ше. Енелер де бар даже, мен бәрі де нете алмаймын, жүктілік кезде енелер де көмектеседі. Вот күні бүгінгі жағдайды айтайыншы, таңертең пациентім жазған. Сосын маған ассистентім айтады, жауап беріп жібересіз ба деп. Сөйтсем, Поповада босанады, жүктілік 35 аптасында келді, симфизит, енесі молодец, вообще молодец, мен осында енелерге бес кетем кәдімгі бар ғой. Енесі алып келді, бірінші приемда да енесі отырды, екіншісінде де отырды. Қазір босануға енесімен барып отыр. Вот прям айтып отырмын, басем онда енелерге. Жаңағы симфизитпен келді. Симфизит 1,5, шатаспасам 1,5 миллиметр, яғни 15 миллиметр, 1,5 сантиметр деп аталады, ол бізде сантиметрмен есептеледі. Жүктіліктің қаупі бар, енді өзін босануға қауіп бар. Ондай кезде кесарево сечениеге алу мүмкін. Кесар тілігіне кететін болса, ол кезде бірінші жүктілік, екіншісі де, үшіншісі де, ол 5-ші бала болса да кесар тілігіне бару қаупі бар. Бірінші жүктілікте уже кесарево қалса. Сол кезде ол жерде, значит, ол жерде ененің қолдауы, ол жерде баланың жаңағы күйеуінің қолдауы болып тұр деген сөз. Барлығы бірдей емес. Даже ауылдардан келгендерде менде сондай болады пациенттер. Яғни бұл жерде әйелдерден де бар ғой негізі. Иә. Сауаттылықтар жоқ. Сол сауаттылықтар жоқ болған соң, ол басқаларды кінәлап жүреді да, және де екі қабат болған кезде эмоциональный толық көп болады, чем обычный адам қарағанда. Содан кейін ол бағанағыдай ренжи бастайды, жертва болып кетеді, сол процесстер. Сол бойынша әйелдерге қандай кеңес берер едіңіз? Өзі Карпман үшбұрышы бойынша, ол барлығында бар ғой, ол Карпман үшбұрышы бойынша спасатель, жаңа жертва и нет, үшіншісі. Палач. Үшіншісі қазақшасын, орысшасын ұмытып қалдым ғой. Сол Карпман үшбұрыш бойынша в основном біздер әйел адамдар жертваға түсіп кете береміз. Жертва состояниесіне түсіп кетеміз. Спасатель, жертва и тиран. Үшеу. Вот, спасатель, жертва, тиран. Все. Осы үшеуі көбіне әйелдер жертва состояниесіне түсіп кетеді. Енді қараңыз, жертва состояниесінде не болады? Әйел адам, ол әлсізбін, маған бәрі керек, маған бәрі қарау керек деген сияқты нәрсе болады. Жаңағы он обязан, она тоже обязана деген сияқты. Енем де маған міндетті, күйеуім де міндетті қарауға. Жоқ, әйел адам өзі міндетті бұл жерде. Өзі бірінші орынға өзін қою керек. Көбіне тастап жүреді. Жаңағы ауырып жүре береді, до конца жүктілік кезде ауырып жүре береді. Босанғаннан кейін де, одан кейін де жертва болып жүреді. Босанады, босанып келгеннен кейін, роддомдан шыққаннан кейін де, ну как-то я же болею, ауырып жатырмын ғой, қараңдар маған. Ол да жертва состояниесі. Көбіне менде сол жерде спасательге кіріп кетуге тура келеді. Андай болып, енді мен қазір психологияда оқып жатырмын, содан енді түсінік пайда болып жатыр да, даже өзімде мен дейтін жертва болғанмын. Менде жертва болған. Дәл осы бойынша айтып берсеңіз енді. Ал қызық кетті. Құрметті оқырмандар, өзінің жеке историясына келдік. Бұл салаға да келуі не просто так, себебі өзінде сондай жағдай болған соң барып осы салаға келді. Және де қазіргі таңда әйелдер мен балалардың дәл осы проблемаларын шешумен айналысуда. Ал кеттік. Ол теманы айтуыма өте ауыр. Қазір жылайсыз ба? Бізді құрметті көрермендер, сіздерге эмоция маңызды ғой, сондықтан эмоциясын көрсетейік кәні. Қазір уже дрожь идет по теле, прям мурашки дейма, сондай. Ол кезде мен басым қысылады. Әлі де мен эмоцияларым денемде бар, қанша психологпен жұмыс жасасам да менде денемде әлі де осындай травмалар болғаннан кейін именно ене жағынан, күйеу жақтан қолдау алмағанмын. Тұрмысқа шыққанда мені алып қашып кетті өзімнің келісімсіз. Одан кейін жүктілік кезде, маған бірінші жүктілікте УЗИге барған кезде, қыз деп айтқан кезде, балдардың әкесі қыз ба не деген нәрсе болған. Это мне было больно.
очень даже больно. Осы егер де мен осы историямды қызым еститін болса ренжитін шығар әкесіне, бірақ осын мен әлі де әкесіне айтпағанмын. Бұл нәрсе менің қызым үшін өте ауыр, маған да ауыр ол нәрсе. Құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер, дәл осындай жағдаймен жүрген қаншама әйелдер бар, барлығын іштерінде сақтап жүрген. Құрметті еркектер қауымы, әйелдеріңізге қолдау білдіріп, және де әйелдерге өздеріңіздің жылылықтарыңызды бергендеріңіздің өзі жеткілікті. Бұл жерде гүл сыйлап немесе ақшамен қамтамасыз етудің қажет жоқ. Әйелдерге керегі просто оларға внимание. Сол внимание бере алайық. Ал внимание берілмеген соң барып, дәл қазіргі Ақерке ханымның эмоциясындағыдай дүниелердің барлығы өмір бақи сол эмоциямен жүретін болады. Ал енді одан бөлек қызы дәл осы әңгімені еститін болса, онда не болатынын білмеймін. Өзім де ойланып көрген жоқпын сол жақтан. Сондықтан Ақерке ханым, сізге өте керемет жансыз, осы уақытқа дейін шыдап келе жатқаныңызға. Яғни бұл дегеніміз, сіз қызыңыздың осындай проблемасы болғаннан кейін осы салаға келдіңіз ғой негізі. Иә, қызым босанған кезде біз Ақтөбеде тұратынбыз. Негізі 35 аптасында балдардың әкесі мені неге алып келіп тастайды, ауылға келіп тастайды. Мен Жетісайда, Мақтаарал ауданы, сол жерде Ильич поселокте роддомға түсем. Отекпен роддомға түсіп, сол жерде енді квалифицированный врачи, наверное, мен білмеймін, ол кезде мен 5-ші курс студентпін. 5-ші курс бітірген едім, 6-ші курс студентпін. Сол жылы диплом алған болатын. Сонымен ол бір жағынан мақтаныш болды балдардың әкесін әкеп тастауға. Екіншіден, Ақтөбеде бізде ешкім болған жоқ. Сондықтан өзі де қарай алмайды. Мен қазір всегда ол кісіні ақтап аламын. Ол кісінің, менің қазір осындай мықтылығым сол ер кісінің арқасында, балдардың әкесінің арқасында. Рахмет. Мен всегда благодарю его. И балдардың әкесі әкеп тастады. Я мен сосын босанған кезде, енді ауылда босандым ғой. Қиын роды болды. Первый роды всегда тяжелые. Мен бүкіл пациентімді түсінемін. Бірінші жүктілік ауыр өтті ме десем, я дейді. 21 сағат толғатамын. 21 сағаттан кейін сусыз кезең болады менде. 3 күн сусыз кезең, бала тұрып қалады. Босану қиын болады. Содан кейін баланың басында кефалогематомамен босанам. Баланы сразу реанимацияға алып кетті. Мен өзім түсініксіз жағдайда қалып қойдым сол жерде, родзалда түсініксіз жағдайда. Самое главное, ұйықтама деп айтты. Одан кейін енді қайтпас қайсар мінезім бар, ол да бір жағынан көмектескен шығар. Всегда мен цифрология ондай қатты үңілмеймін, нумерология деген сияқты нәрселерге үңілмеймін, бірақ мен төрттікпін. Өзім туған күн төрттік. Мамам всегда қолдау беретін. Сен молодецсің, сен күштісің, сен төрттіксің, сен сондай лидерсің, миссия бойынша 8-діксің дейді. Мамамның сондай несі, айтқан сөздері маған қатты әсер етеді. Ты молодец, ты сможешь деген сияқты. Қазір де мен балдарыма сондай нәрсені айтамын да, сол нәрсені балдарыма берем. Босанғаннан кейінгі состояние, ол кезде менде ол ұзақ болып кетеді. Қазір егер мен толықтай көрермендерге айтатын болсақ, ол нәрсе ұзақ болып кетеді. Ол кездегі период өте ауыр болды. 25 күндік шақалақты мен бір аптадан кейін роддомнан шығамын. 7 күн ода сарғыштық болады. Мен қазір сарғыштық болатын нелерді де білем. Жаңа ата-аналар уайымдайды, сарғыш болған кезде ДЦП болу қаупі бар. Бала гипоксиямен босанды. Одан кейінгі баламның зейіні мен вот концентрация внимания. Енді мен орысша айтқаныма сөкпейді шығар. Ақтөбеде 16 жыл тұрдым, Ақтөбеде оқыдым, одан кейін орыс группасында оқыдым, бір жағынан резидентураны орыс группасында оқыдым, сондықтан көбіне орысша. Біздің көрермендер барлығын түсінеді. Главное, біз оларға түсінікті тілде жеткізсек болды, ал ол бойынша сөкпейді деп ойлаймын. Сондықтан әлі де діріл бар да денемде, мен прям реніш. Вот қазір енді психологияға келіп түсіндім ғой, ол рекеттік сезім екені, оның менің именно кеудемде тұрғаны, басымды қысып тұратыны, неліктен менің жиі басым ауырады, сол нәрселерді ойлай беретіндіктен. Әлі де мен психологпен жұмыс жасап жатырмын. Дәл қазір қызым да психологпен жұмыс жасап жатыр, мен де психологпен жұмыс жасап жатырмын. Сол кезде қызыңызға қандай диагноз қойылды сонда? Диагноз болған жоқ, туылған кезде диагноз болды. Бізде жылтуха болды, билирубин жоғары болып кетті. Одан кейін гипоксия диагноз қойылды. Симптом ғой, ол гипоксия деген симптом. Ол кезде ишемический не деп қазір айтам. Гипоксическое ишемическое поражение головного мозга. Все.
Это грозный диагноз. Былай айтқанда, ол гипоксический ишемический поражение головного мозга, ол яғни ол инсульт болды деген сөз. Былай айтқанда, балада какой-то секунд, 5 секунд баланың миы кислород қабылдамай қалса, ол кезде ары қарай 5 минуттың ішінде ми өліп қалады. Мидың клеткалары вообще жүрек тоқтаған жағдайда 5 минут қана өмір сүре алады ми. Болды, ми 5 минутқа тоқтаса, болды сенің қалған органдарың, бауырың, өтің, жүрегің жұмыс жасап тұрса да, комаға кетіп қалады ол кезде. Енді мен ол состоянием білдім ғой. Білдім, бірақ мне было очень тяжело, аж прям больно было. Қызымды алып келмегенде, мен қолыма бермеген кезде, ана күвезде барлығының несі жатады ғой, балдар жатады, мен балам жоқ қасымда. Мен өте ауыр болды ол кезде. Коридорда сіңіліп отырған, айтады, до того сіздің сіз кіргізбеген ғой енді оларды, қорққан, сіздің состояниеңіз бізге сізді дейді да сыртта. Мен қызым, балам өліп қалады деп ойладым ғой, аж прям мен айтып тұрмын ғой, бұл больно, балам өліп қалады. И долгожданный ребенок болды ғой, енді маған ол ребенок был желанным. Мне было желанным. Кому-то қазір айтады ғой біреулер, анау менің ұл болса екен деп ойладым дейді да, жақында мен бір пациентім бүйтіп 2 рет сеансқа келді, босанғанға дейін симфизитпен емделді да, босанғаннан кейін де келді. Босанғаннан кейін 2 сеанс, босанам дегенше 2 сеанс алды. Жолдасы стоматолог, то что хорошо, жолдасы дейтін врач қой, көмектеседі. Сонда ана обида тұрғандығы, балдардың әкесі де стоматолог қой біздің. Врач қой. Врач, этика, эстетика, біледі, интеллигентный адам, оққан тоққан адам. Ұрықтың XY хромосома ер адамда болатынын біледі ғой. Неге маған ол айтады олай? Сен кінәлісің оның қыз болғаны. Ты же захотела в этого ребенка деген сияқты да. Да, это был желанным ребенком, бірақ қызымның қазіргі жауылып қалмаса екен, ертең менің өмірімді қайталамаса екен деп әлі де копаться етіп келе жатырмын да. Мен психологияға бір жағынан сол үшін де келдім. Қызымда 5 жасында психологқа бардық. Сол кезде зейіні тұрақсыз, сөздер тыңдамайды, жұмсасаң алып келмейді, 2 тақпаққа 2 қатар жаңылтпашты жаттай алмайды. 5 жасар бала бәрін білу керек қой. Жоқ, 4 жасар ұлым жаттап алады да, мынау жаттамайды. Қарапайым екеуін сахнаға шығарған сияқты қылып айтқызамыз, столға шық, давай өлең айт деген сияқты, прям шапалақтап, мыяқта әпшелері нетеді ғой. 2 әпшесі қасымда болды, 2 әпшесі көмектесті. Сол кезде уже байқай бастадым, қызымда что-то не то. 2 жұмыс істеп, қолымда босамайды да, ол кезде қолымда босамайды, и әпшелер көмектеседі. Өте қиын болды. Келем, 1-2 сағат қана уақыт бөлем, ұйықтаймын, қайтып тұрам, жұмысқа кетем. Жуынам, тамақ ішем, ұйықтаймын, тұрам, жұмысқа кетем. И мен байқамағам ғой, до того баламның 1 классқа барған кезде мен балам 2 қатар тақпақты жаттай алмайтынын. Қазіргі аналар түсінем, мен жалғыз басты аналар тем более түсінем. Прям, когда ты вот прям одна и работаешь, пашешь для них, да. Сол кезде балдардың әкесінің, именно сол жаңағы, мен пациентімнің состояниесін айтам деп өзім кеттім. Пациентім қазір айтады да, мен бірінші бала едім, үйде бірінші баламын, қыз баламын дейді. Мені қаламаған, үйде мені қалаған, бірақ артымдағы балдарға мен көп көңіл берген, көп ответственностьті үлкенге беріп жіберген дейді да. И чтоб менің бірінші ұл болса екен деп ойладым дейді. Қарасаңызшы, бір ғана ой, ұл болса екен деген. Бала қазір гиперактивный, 2 айлық бала келет гиперактивный. А ол болашақта СДВГ болу қаупі бар. Синдром дефицита внимания гиперактивности. Ол болу қаупі бар. Қазір сонда СДВГ, ЗПР, ЗРР деген сақтылар неге көбейіп кеткен? Анасының состояниесі, анасының іште жатқан кездегі қаламағандығы, немесе айтып отырмын, барлығы әсер етті. Нежеланный ребенок, бірінші балам ұл болса екен деген сияқты. Ладно, менің әйтеуір психикам ол кезде сау болған болып тұр ғой, баламды әйтеуір хотя бы бері қарай шығарып алдық қазір. Әлі де жұмыс жасап жатырмын. Мама, я 2 получила деп келеді. Яғни бұл жерде сонда әйелдердің состояниесі әсер еткендіктен біз көбінесе балдармен прямой жұмыс істей береміз. Негізі әйелдермен бірге жұмыс істеу керек қой. Неге оны қазіргі таңда олай жасамайды? Баланы әкеледі, баланы жағдай тәуіпкеде апарады, баланы барлық жерге апарып жібереді. Бірақ итог жоқ. Сол үшін бірінші анадан бастау керек қой. Сол анамен сіздер қалай жұмыс істейсіздер сонда? Маған пациент бүгінгі ситуацияны айтайыншы, бүгін келді, бала
тяжелый тоже гипоксиямен босанған 4-ші жүктілік келеді да, мысал ретінде айтып жатырмын қазір. Келеді, баламен ғана жұмыс жасайды. Бала әлі опора жоқ қолында, бала остеопатиялық ем алды, уже бірнеше сеанс массаж алды, моторлы онтогенез қостық қазір. Біздің орталықта енді массаж да бар, моторлы онтогенезбен жұмыс жасайды, ЛФК-мен жұмыс жасайды. Мамандарымыз, массажистер ЛФК жасап, массаж жасап, сосын маған жібереді. Жаңа басын босатуға тура келеді, жан басын босатуға тура келеді. Жұмыс жасаймыз. Бірақ мамасы өзі түсінеді, что өзіне де керек екенін. Мен айтам, сіздің состояниеңіз, сіздің тревожность әсер етіп тұр ғой, мына жерде. Давайте сізбен жұмыс жасайық. Я мен кушеткеге жата салайын деп андай прикол сияқты айтып отыр да. Но на самом деле сізге керек ақша жағы ғой, қаражат жағы қиналады. Бүйтеді, балам бірінші емделе берсінші, баламды емдей берейінші, содан кейін өзім келем дейді да. На самом деле бізден ана мен баланы бірге қарау деген өз пакеттер бар. Енді мен всегда соларды ұсынамын. Жаңағы баланы ғана әкеп қоймай, өтініш бір жағынан кейде қазіргі аналар осознанно келіп жатыр. Аналар келеді да, сосын баламды да қаратып алайын деп едім. Бірінші бала ЗПРР болуы мүмкін да, екінші балада да болу қаупі бар деп тула сала алып келеді. Ондайлар аналар да бар, бәрі бірдей емес. Бірақ бүгінгі жағдай жатқан жоқ кушеткіге, өзі емделген жоқ. Ладно, все хорошо, менде уақыт бар еді. 1 сағат уақыт бөлемін анасына да. Ол жерде бізде тек қана остеопатиялық ем ғана жасалып қоймайды. Ол жерде біз психикамен де, яғни психология бойынша да сұрақтар қою арқылы шығамыз. Енді қазір мен академияда оқып жатырмын ғой, Оазис академиясында оқып жатырмын. Психолог-консультант деген диплом аламын, құдай қаласа майда уже бізде выручение. Оған уже біздерге рұқсат берді. 2-3 пациенттен күніне солай алуға болады деген рұқсат берді. Енді практиковать етіп жатырмыз, сұрақтар қою арқылы шығамыз. Сонда анасының состояниесіне бүйтеді, әкесі рұқсат бермейді, менталитет те әсер етеді ғой. Жаңағы пациентім айтады да, папасынан сұрайық, папасы ақша бермейді, папасы болмаса состоятельный, папасында тоже жақсы қаражаты жетеді. Бірақ деген нәрсе бар да. Әйел өзі әлі қалап тұрған жоқ. Егер әйелі қаламаса? Яғни бұл жердегі қазіргі сіздің ситуацияңыз бойынша сіз сақты эксперттер көп, дәрігерлер көп, орталықтар көп, бірақ неге сізге бару керек осы жерде? Ерекшелігіңіз неде сіздің? Менің ерекшелігім именно тек қана остеопатиялық ем жасап, созып жібермейміз. Бірінші симптоммен ғана жұмыс жасамаймыз, себеппен жұмыс жасаймын. Именно солмен жұмыс жасаймын. Екінші психология жағын қосамын. Болды. Идеальный вариант, сіз бір оқпен ек қояндатасыз ғой келген кезде. Орталығыңызда қандай мамандар бар, тағы да көмектесетін комплекстің? Біздің орталықта массажист, 3 массажист бар. Әйелдерді де балдарды қабылдаймыз, яғни 0 жастан 80 жасқа дейінгі аралығында қабылдаймыз. Бірақ 80 емес, енді бірақ көбіне әйел мен балаларды ғана қабылдаймыз. Жаңа туған әйелдер, балаларды. Одан кейін ЛФК маманы бар, және де 2 остеопат бар. 2 остеопат дәрігер. Барлық біздегі мамандар медициналық білімі бар, квалификациядан өтіп тұрады. Жеке өзім тәжірибе жасап тұрамыз сосын барлығымыз. Білуімше сіздердің орталықтарыңыз роддомға қарама-қарсы әдемі жерде орналасып алғансыздар. Сол жерден клиенттер келе ме сіздерге роддомнан шығып? Жиі емес. Редко, сирек арасында бір екеу ғана. Бірақ барлығы ойлайды ау деме, тудым болды, барлығы норман, үйге кете берсем, үйде бір нәрсе қалып алам дейді. Туылған сонда барып, негізі шыққан соң сіздерге келгендері де дұрыс па? Роддомнан босанғаннан кейін сразу баланы сразу алып келу керек. 0-ден туылғаннан, яғни туылғаннан бастап 21 күнге дейінгі аралықта біздің туылу жарақаттарының алдын алуға болады. Туылу жарақаттары, яғни ол тяжелые роды, стремительные роды, быстрые роды, затяжные роды. Енді оны әйелдер түсінеді. Ұзақ босанып қалу, сусыз кезең, қысылып босану, балабасының 1 секундта қысылуы сразу алып келсе 21 күннің ішінде дұрыстауға болады. Вот бізде қазіргі кезде бізде синдром осевой компрессии дейді, бала қысылған балдармен жұмыс жасап жатырмыз. Массаж остеопатиямен. Біздің орталықта көбіне сол қысылған балада ертеңгі күні сөйлеудің қалыс қалуы мүмкін.
соның алдын алу мақсатында аналарға енді көз ашық, енді түсініп жатыр. Қазір тиктокты көреді, инстаграмды көреді, соны көріп келіп жатқан аналар бар. Бірақ роддомнан шыққаннан кейін емес, 4-ші айда, 6-шы айда, 1 жаста келеді. Дәл осы жерде бір дүниені айтқым келіп отыр. Негізі 40 күндік деген дүние бар бізде, иә. 40 күнге дейін негізі әйел өзіне қаралу керек, баланы қарау керек. Бірақ бізде не істейді? Роддомнан неден шыққан соң оны тұрмыстық жағдайлар күтіп тұрады. Қонақ күтеді деген сақтылар. Сол бойынша ойыңыз қандай сіздің? Сол бойынша айтып беріңізші бір қызық айтып маған. Неге ондай процестер болады деймін да? Ол өзі туып келді, ол әлсіз мысалға да, соның барлығын алып келеді, жегіп қоя салады жұмысқа. Біздің менталитет шығар, анандай. Вот келді, роддомнан келгеннен кейін үлбіреп тұр ғой, анасы да, баласы да, поролардың бәрі ашық. Ол ана терлеп жатыр, баласына қарап жатыр, еще қиналып босанды, разрыв болуы мүмкін, эпизиотомия болуы мүмкін да. Бірақ сонда да өз отырып зорға емізіп, немесе түнде бала ұйықтамай шаршап отырған әйелге қалай келеді деп түсінбеймін мен. Осы бар ғой, кәдімгі барып айтқың келеді, әрбір қазақтың үйіне барып айналайындар, тыныштық беріңдерші мына әйелге деп. Тағы да былай айтады ғой, сол баласын емізіп алып шықпай отыр комнатасынан деген сақтыларды айтады. Неге сондай айтады деген сақты түсінбеймін мен. Өздері тумаған әйел сияқты айтады ғой негізі көбіне. Күйеулер де сондай ғой тағы да. Негізі түсіну керекші, былай айтқанда әйелдің жанын әйел түсінеді. Тек қана әйелдің жанын әйел түсінеді. Енді менің басымда сондай жағдайлар өткеннен кейін өзімде шілдетер шықпаған, өзім терлемегенмін, олай ешкім қарамаған, мысалы эпизиотомиямен босанып тұрмын, менде бала шықпай жатқаннан кейін кесіп жіберді. Содан кейін өзің қиналып атасың, бір жағыңмен қырыңмен отырып зорға баланы емізіп атқанда саған келіп қонақ келіп тұрады ғой. Шай ғой дей ба? Шай ғой. Келіннің шайын кетші бар дейсің ғой, жоқ, реально бар ғой. Әйелдерді просто түсініңіздерші, олар түсіну керек. Ана терлеу керек, ол 40 күнге дейін күтіну керек. Өзімнің сіңілім де айтып отыр да, бүгін айтады, мен 20 күннен кейін уже қонақ келген үйіне да, үйіне келіп шауып кетіп, жаңағы баласын емізіп отқан жерінен тастау керек та, ол баланы тастап, барып шай тамақ беру керек. Баланы көрмей-ақ қойсай, көрмеші, ол бала не қыласыңдар? Ол 40 күнге дейін бала әлі періште ғой. Нәзік жерден соны көз тиеді, мысалы, сөз тиеді дегенде бар, бірақ ол нәрсені жасамайды. Жел бар, даладан кіретін деген сенің қанша вирустарың бар, көр бар қазір. Көр, краснуха сырттан алып келеді да, білмеймін, ветрянка бар, құдай біледі ол дейтін. Желмен келіп жұғып жатыр ана балаға. Ойланбайды ғой, сәл ойлансаңдаршы, кішкене ойлаңдаршы. Құрметті көрермендер, қонаққа асықпай қойық. Бала шаға туылған кезде, кейін 40 күннен кейін немесе 1 айдан кейін көре жатарсыздар. Ол баланы көріп үлгересіздер. Сондықтан да сіздерге мен жан айқайым менің де шынымен айтайын, 40 күнге дейін ешкім үйіне бармай қойыңыздар. Біреудің баласына кесірлеріңізді тигізгеннен гөрі, егер де адамға пайдаңызды бере алмасаңыз, онда кесіріңізді тигізбей жүргеніңіз дұрысырақ. Сондықтан да қазір мен Ақерке ханымға тағы да осындай бір сұрақтарды қойсам, қатты ашылып, қатты бір ішіндегі жан айқайын айтатындай форматқа жетіп қалады сақты. Сондықтан да давайте айтайықшы оны осы жерде. Ішіңізден айтыңызшы, мысалға енелерге қазір таңда толыққан жеткізейік. Жеңіл түрде жеткізуге тырысып көрейік. Оларға, чтобы келіндеріне айтсын, келіндеріне қарасын деген сақты дүниелер. Одан кейін еркектерге де айтайық, чтобы осы жерде қазір таңда қара еліңе деген сақты. Послеродовая депрессия деген болады. Әйел өз-өзімен жабылып қалады, сүт шықпай қалады. Сол периодта именно ер адамның қасында болып көмектескен дұрыс. Негізінен, ер адамдарға айтарым, қасында қолдау көрсетіп, жаным, мен сені жақсы көремін, барлығы жақсы болады, бұл уақытша. Ойлайды ғой, әйел адам бүйтеді, қамауға тұрып қалған сияқты болып қалады, үй қамауға тұрған сияқты болып қалады. Анау қыз кезінде қалай жүрді, тырнақты да істетті, кірпікті де істетті, салонға барды, қазір босанды, не тырнақ жоқ, не шаш жоқ, бүйтіп шашын дулька қылып алады да жүре береді. Бір жағынан сасып жатыр. Это естественный процесс. Ол дейтін табиғи. Жуыну керек мысалға да, жуынбайды ол, жүре береді сонымен. Ана бала қарасатын адам жоқ мысалға. Қарасатын адам жоқ. Баланы бүйтеді ғой, даже баланы тастап туалетке шыға алмаймын дейді. Ол сөзде ұят жоқ. Үлкен дәретке отыра алмайды олар, бүйтеді. До того ваннаға тревожный бүйтіп келеді ғой. Тырысып қалған, арқалары тырысып, белі ауырып, босанып келгеннен кейін прям ауырып жатырмын дейді. Кәдімгі
нереально ұйқым қанбай келді дейді да. Баланы әкеп тұр, бірақ бір айлық шақалақты әкеп тұрады, бірақ ол жерде мамасына да көмектесу керек болады да. Сол кезде қарасатын адам жоқшы. Не күйеуі, может быть, жұмыста шығар, бірақ жұмыстан келгеннен кейін қарасыңыздаршы, просто қарасыңыз. Баланы сәл қана көтере тұрыңыз, колики болуы мүмкін, 3 айға дейінгі периодта бала жылауы мүмкін, 8-9-да басталады кешкі уақытта, 10-11, 1-ге дейін кейбіреулерде. Уақытша периодтар ғой, ол уақытша периодта әйел адамға көмектесу керек. Молодец, сен барып кел, қарапайым барып сыртқа мороженое жеп кеш. Болды. Тырнағыңды істетіп кеш, қарапайым. Ол әйел адамның состояниесін көтеруге әсер етеді, эмоция сыйлайды. Сол кезде клубника в шоколаде берсін, пожалуйста, послеродовая депрессияға түсіп кетпеу үшін. Мен өзім группаласым послеродовая депрессияға түсіп кеткен осы 3-шісін босанған кезде. Негізі депрессиядан шығу этапы ол қиын. Уже психология көмектеспейді бұл жерде, уже психиатрия. Ол жерде мамандар жұмыс жасайды. Неге больницаға жату қаупі бар. Ол жерде менің даже группаласым баламды тастап психиатрияға жаттым ғой, сен несің бе дейді маған. Айтады, 1 жасында, енді біз онымен 1 жасында кездестік, сол кезде айтады, енді сен неврологсың ғой дейді, маған айтады, невролог болғаннан кейін біз енді психиатрияға жақынбыз былай айтқанда. Сосын айтады, ата енесі жоқ қасында, күйеу жұмыста, 3 баламен өзім қалдым, содан кейін босандым сразу. Күйеуі в отъезде, всегда анандай неде жүреді, командировкаде жүреді, командировкаде жүреді. Содан кейін көмек болған жоқ, мен баланы терезеден лақтырып жіберетін жағдайға келдім дейді ғой. Прям аламда қазір баланы жылай бергеннен кейін лақтырып, қой дейтін, біз қой деп айта аламыз, оңай айтуға. Енелерге де. Бірақ состояниесі бойынша сондайға жетіп тұр жа. Ол неліктен ол нәрсеге келеді, енді осы жер маман ретінде түсіндіріп кетейін. Неліктен ол нәрсеге келеді? Это накопленный эффект негізі. Симптомдарды болған кезде, емдемеген кезде, сәл нәрсеге әйел адам ашуланады. Ол кезде ол ашу деген бізде рекеттік сезім болып табылады. Ол непроработанные эмоции. Если ол эмоцияны дейтін кезінде проработка жасамаса, ол қайта-қайта шыға береді. И ол, құмыра дейікші, құмыраның ішіне сіз постоянно мусор сала бересіз. Ол жиналады, естественно, ол дейтін тасиды бір күні. Дәл сондай ол тасиды, болды. Әйел адам депрессияға түсу деген ол тасиды бір күні. Негізі қазіргі таңдағы да бір бөлім сол сақты. Үйленбей жүргеніме де әсер етіп отқан. Себебі ерте күні қалай мен әйеліме қараймын, қалай жағдайын жасаймын. Ертең болашақ бала-шағамның анасынан бөлек мен баламның жағдай қалай болады деген сияқты қорқыныш бар. Өйткені мен қазіргі таңға дейін қаншама эксперттермен жұмыс жасап көрдім. Әрқайсысының айтатын дүниелері бар. Мысалға сіздің де пациенттеріңізді көрдім, орталығыңызға барып көрдім. И сол жерден кейін мен түсіндім да, қазіргі таңда мен тағы да осындай нәрселерді көре беретін болсам, біле беретін болсам, конечно, мен үйленбей қалады сақтымын деп ойлаймын да. Сондықтан да мен сияқты жүрген бойдақтар, ол дүниеден қорықпаңыздар, жауапкершілік алсаңыздар болады деп ойлаймын. Және сіз маған не айтатын едіңіз осы жерде? Қорықпаңыз. Қазір егер де кездесіп жүрген қызыңыз болатын болса, мысалы келуге болады, консультацияға келуге, және де ол тек қана денесімен ғана жұмыс жасамай, психикасымен де жұмыс жасап, оны болашақ әйелдік өмірге, жаңағы ана болуға дайындап жібереміз. Біздің орталық енді тек қана денемен ғана жұмыс жасаймыз, тәнмен, жанмен де жұмыс жасаймыз. Сондықтан ер адамдар үйленбей жүргендердің көбісі солай сияқты 30-дан кетіп, в основном жауапкершілік алмайды. Жауапкершілік алатындар негізі молодец. Жауапкершілікке дейін қорқыныш бар сияқты ол жерде. Қорқыныш. Ертең қалай асыраймын, қалай бағамын, қалай жағдайын жасаймын деген сияқты қорқыныштар болады сияқты. Бір жағынан андай өмірге де үйреніп кетеді ғой, бойдақтық, жалғыздық деген нәрсеге үйреніп кетеді. Даже менің өзім жалғыздыққа үйреніп кеткенмін қазір. Сонда сіз қазіргі таңда күйеуіңізбен бірге тұрмайсыз, 10 жыл болды біздердің ажырасқанымызға. Балдардың әкесімен араласпаймыз. Бір жағынан 5 жыл менің балдарым атасы мен әжесінің қолында тұрды. Сосын мен жалғыз өзім өмір сүріп көрдім, бір өзім. Қарайтын адам болған жоқ, өткен 2 сіңілім тұрмысқа шығып кетті. Одан бір жағынан карантин болды, 20-шы жылдары сол кезде атасы мен әжесіне үйреніп кетті дағы, и солардың қолында өсті. Енді қазір мен өзім қолымда, уже 1 жылдай болып қалады, қазір өзім қолымда екеніне. Қазір біздер налаживаем отношения по психологии, негізіне өмірдік циклдар болады. Адаптация болады ма? Иә, адаптацияны балдардың циклдарын бастан кешіру және де қалыпқа келтіру процесі болып жатыр. Аналық
аналық махаббат беру, олар Иә. аналық махаббат алу процесстерінен иә. өтіп жатсыздар. Алу, беру, барлығын қамқорлық Яғни жасау сіз өзіңіз бір жаңадан туған ана сияқты қайтадан адаптациялап жатсыз ғой бұл болып жерде. жатыр. Иә. Иә. Қазір оларға қалай? Жалпы қиын емес пе? Бастапқы 3-4 ай қиын болды. Ол кезде ұлым да қызым да психологқа барды, мен де Сізді психологқа ана ретінде бардым. қабылдау жағы. Ана ретінде қабылдау емес, менің жеке шекарамды бұзған сияқты болды. Мен ана ретінде қабылдаймын өзім балдарым екенін, бірақ жалғыздыққа адам үйреніп кетеді. Жаңағы әйелдер, қыздардың тұрмысқа шықпай жүргені, ер адамдардың үйленбей жүргені, олардың жалғыздық, бір өзі комфортта өмір сүріп, өзінің пространствосын екінші адамға бөлмеуі. Бірақ қазір мен өз-өзімен жұмыс жасағаннан кейін бірнеше айлар психологпен жұмыс жасадым, және де өзім де қазір психологияға келдім, ол неден екенін білдім. Бірнеше рет мак карталар ашылды бізде, сол мак карталар арқылы өзімнің бойдарымды таптым. Сол арқылы қазір жұмыс жасау арқылы мен қасымда өзіме қажет ер адамның болуын қалайды екенмін. Ол менің блоктарым подсознательно, анау ішті бейсаналы түрде менің бала кезіме алып барады. Опыттар бар ғой. Опыттар, бала кезімдегі травмалармен, сосын абьюзер күйеудің деп айтып жүр, бәрін прям бүйтіп сызып қойып айтуға болады ше. Абьюзер күйеудің тұрмыста болғаны өте қатты әсер етті. Соның барлығы жиналып шықпай 10 жылдан бері болған. Қазір мен дайынмын. Мен айтар едім, ол жігіт болсын, қыз болсын, үйленбей жүрген, тұрмысқа шықпай жүргендер болатын болса, ол жауапкершілікті алу, үйлену, екі адам болу, ол өмірге келдің, сенің миссияң не? Аллах тағала жаратты ғой. Аллах тағала сен ұрпақ беру үшін жаратты. Сенің миссияң болды, сен дейтін жалғыз өмір сүріп өлмейсің олай. Болды, мен үйленгенге дейін сіздің консультацияңызды жазып қойыңыз. Ертең немесе ертең арғы күн прям барамыз. Жаңағыдай қызыммен бірге қол ұстасып барамыз. Сол жазып қойыңыз. Ассистентіңіз айтыңызшы мені. Одан кейін сізден сұрайын дегенім, өткендегі бойдардың барлығы бойынша барлығымыз түсінеміз. Сценарийлер бар, мысалға травмаларымыз бар. Мысалы сіз психологпен жұмыс жасап жүрсіз. Неге көбісі психологпен жұмыс жасамайды? Основной проблеманың барлығы психологиядан туындайды ғой. Денедегі травмалар болсын, денеде кез келген болып жатқан процестердің бәрі осы миымыздан ғой. Неге сол психологтандай бір шарлатанство ретінде қарайды адамдар? Сол бойынша түсіндіріп беріңізші. Сіздің жағдайыңызда қалай болды? Қазір сертифицированный, дипломированный деген сияқты мамандар аз. Негізінен әр жерде оқып алғандар бар. Бір жерде барады да, сосын консультация алады, олардан бір-екі адамдардың барлығының психологиясы сондай. Бір-екі сеанс барамда жақсы болып кетем деп ойлайды. Негізі. Ол жылдар бойы накопленный эффект қой, жаңағы жиналып қалған нәрсе деп бір сеансты алып тастамайды ғой. Ол содан кейін екінші мәселе бұл. Бірінші мәселе жаңағы біздің дипломированный нелер жоқ, врач демекші. Остеопаттардың ішінде де сондай нәрселер бар. Енді мен остеопатияны да осы жерге қырыстырып жіберуге болады. Мысал ретінде айтайыншы, просто мысал. Жаңа екі мәселе бойынша. Бірінші мәселе сертификат бойынша, диплом бойынша. Екінші мәселе жаңағы травмалар бойынша, ұзақ уақыттағы травмалар бойынша. Маған пациент келеді. Бұлай болады. Жүктілік кезінде келеді. В основном менде уже симфизитпен жүктілік кезінде келеді. Бірақ денеде блоктар уже сезіледі. Зажимы, блоки. Денеге остеопатиялық ем жасаған кезде қатып қалса, ол уже бұрындағы нәрселер екенін мен байқадым. Ол уже опытпен келеді. Ары қарай, мен айтамын, сіз психологпен жұмыс жасау керексіз. Менің өзіме келсеңіз болады, немесе басқа психологқа баруға болады деп айтамын. Енді ойланады. Сонан былай болады, измена жасайды маған. Басқа остеопатқа барады. Хорошо, бара берсін, адамның таңдауы. Ол менде уже проработанный адам деп өзімді ойлаймын да. Бара берсін, адамның өзінің таңдауы, ересек адам таңдауы ғой деймін да. Барады, бірақ сіз сияқты істемейді ғой дейді ғой. Бәрібір айналып келеді сізге. Қайтып келеді ғой маған. Себебі сіз психологиясымен де, ар жағымен де жұмыс жасау арқылы. Тәнмен, жанмен, психологиямен жұмыс жасаймын да, жылайды.
жылайды денесі, до того ауырғандығы уже екінші жүктілік қазір. Бірінші жүктілікте келген маған, босанғаннан кейін қызын алып келген қазір маған. Енді мына жүктілігінде өзі келіп жатыр, токсикозбен келді. Айтады ғой, до того сіз сияқты істемейді. Өліп қалайын деп шықтым ана жақтан дейді. Маған айтады, өліп қалайын деп шықтым. До того ауыртқаны через боль мен жақсы боласың деп айтты маған дейді. Остеопатия ауыртпайды. Ол вообще ауыртпайды. Жұмсақ түрде кейбір жерлерде мануальный техникалар қолдануға тура келеді. Бірақ остеопатия тек қана жұмсақ қолмен ғана жұмыс жасалады. Массажға да ұқсамайды, мануальный техникаларға, жаңа мануальный терапияға да ұқсамайды. Остеопатия өзі бөлек дүние. Бұл сонда жаңа мамандық па? Вообще Қазақстанға келгенде жаңа мамандық сияқты көрінеді, бірақ СНГ елдерінде, басқа біздің міне жақын жерде Бішкек, Россия десек, оларға біздерде уже бұрыннан бар. Осы бір институт бар, 30 жылдан бері жұмыс жасайды деген сияқты. Ал Франция, Америка, вот сол жақтары, Европа жақта оларда 150 жыл болған. Остеопатияның дамығанына, вообще пайда болғанына жалпы 150 жыл болған. А Қазақстанға келгенде бертін келе уже бір 10 жыл, 5 жылдың көлемі шығар осы. Өте керемет. Сонда сіздің қазіргі таңда ерекшелігіңіз туралы айттыңыз, бірақ ол жерде тағы да бір қолданатын бір дүниеңіз бар. Сол бойынша таныстырып өтсеңіз, толыққанды ашып кетсеңіз. Көрермендерге көрсетіп кетсек, біздер қазір менде жаңа проект деп айтсақ болады. Психология оқып жатқаным, және де осы мына жерде бізде мак-карталар тұр. Андай мак-карталар арқылы еще күшті аты көрінеді, By Women's. By Women's. Бұл Бай Ағырке Қуанышбековна деп тұр. Клубым бар. Яғни қазір By Women's деген клуб бар. Менде клубқа мүше болуға болады. Осы клубқа кіруге болады. Бұл клубта біздер әйелдің состояниесімен, жаңағы бай әйел болуға материалды және де эмоционалды, эмоциялық барлық жағынан байлықты дұрыстаудың клубы бар сізде. Клубы бар, Қарапайым кезген әйелдерге. Босанғанға дейін, босанғаннан кейін де келсе, сол клубтың ішінде сіз пайда бересіз бе сонда? Пайда береміз, жұмыс жасаймыз. Әйелдермен ол тек қана жаңағы мак-картаға арқылы ғана емес, ол жерде психологиялық, ол жерде денемен жұмыс жасайсыздар, медитация жасау сияқты, миды тыныштандыру, соның барлығы бар сізде. Жаңағы би, йога, танцы деген сияқты, олардың бәрі энергия көтереді ғой. Сол сияқты осының барлығын біз клубтың ішіне кіргізіп жібереміз. Жаңа тауға шығу, серуендеу, дендропаркте жиналу деген сияқты сол нәрселердің барлығын біз осы клубтың ішіне кіргізіп жібереміз. By Women's клубтың атауы. Және де одан бөлек сіз басқа да дәрігерлермен опыт алмасу мақсатында тағы да осындай клубыңыз бар деп естідім. Ол жерде немен айналысасыздар сіздер? Бізде бөлек клуб бар. Ол дәрігерлердің клубы, именно біздің тоже By Women's, бай қыздар деп атап алғанбыз, еще күшті қылып. Ол қыздармен аптасына бір рет кездесеміз. Біздер жаңа Шымкентте күшті актуальный тема бар, гәп ойнау деген. Бізде гәп емес, бұл жерде біздер барлық уақытымызды пайдалы өткізуге тырысамыз. Сіздерге келіп жатқан клиенттерге қалай пайда берсек деген мақсат қой. Осы жерде бізде клубта обсуждение болады. Ол жерде біз осуждать етпейміз ешкімді. Біздер обсуждать етеміз, яғни қалай біз оларға көмектесе аламыз. Өзіміздің состояниемізді көтеру арқылы біз оларға көмектесуге әрекет жасаймыз. Ол болып жатыр. Алға шүкір, қазіргі таңда мен осы қалада 4 дәрігермен жұмыс жасаймын. Бір-бірімізге пациент жіберу арқылы, бір-біріміз осы Шымкентке келгелі танысқан дәрігерлер үлкен орта қалыптастырдық, қазір дәрігерлермен танысу. Солар бойынша айта кетсеңіз, және де сіз оларға қандай клиенттер жібересіз, олар сізге не бойынша клиенттер жібереді, соны толық ашып айтсаңыз. Дәл қазіргі таңда Камила Қасымбековнамен терапевт, ол бізде именно орталығы, ерекше балаларға арналған орталық. Ол жерде балаларды ЗПРР, ЗРР, РАС деген сияқты диагноздармен, СДВГ болуы мүмкін. Осы кеш дамып жатқан балдарға көмектесу орталығы, яғни олардың балдарды АФК-сы бар, СИ бар, осы маған келген остеопатиялық емге келген балдарды, осы ерекше балдарды ол орталыққа жіберем. Тек қана остеопатиялық ем алып қоймай, және оларға барады. Әйелдерге Жайна доктормен жұмыс жасаймыз. Жайна доктордың ішек тазалау, өт тазалау орталығы бар. Ағзаны тазалау деп айтады. Сол орталыққа
әйелдерді жаңағы тек қана остеопатиялық ем жасап қана қоймай, ішегіңізді тазалатыңыз, өтіңізді тазалатыңыз деген сияқты рекомендациялар береміз. Ол жерде бізге маған қандай пайдасы бар деген сұрақ қою мүмкін ше, осы жерде көрермендер бізге. Сендер жаңағы бізде бәрібір де екінші ой тұрады. Ол жерде біз бір-бірімізге тек қана адамға көмектесу. Біздің миссиямыз, дәрігер болудағы миссиямыз, негізгі миссиямыз ол адамға көмектесу болды ғой. Ал бостан-бос адам дәрігерлікке келмейді, бостан-бос психологияға келмейді. Ол жерде всегда спасатель, мен кураторым айтады, всегда сендер спасатель рөлінде жүресіңдер деп. Біз адамдарға табиғи жолмен жақсару, табиғи жолмен емделу, оның алдын алу жолдарын үйретеміз. Осы клуб мүшелерімен де сөйлесеміз, сол арқылы нені жақсартсақ екен, қалай жұмыс жасасақ екен деген сияқты нәрселер болады. Және де ол қыздармен апта сайын кездесіп тұрамыз, жаңағы кофе ішу, шай ішу, қыздыру. Біздің де қазіргі таңда ютубтағы осы Байөмір подкастымыздың да мақсаты осындай. Адамдардың қазіргі таңда психологияға келуіне, Байөмір ішінен басылатындығы туралы түсіндіру, және де сол Байөмірге қалай сіздер арқылы жету керектігін біз қазіргі таңда нарыққа жеткізіп жатырмыз осылай. Себебі бізде физикалық байлық бар, мысалы менталдық, психологиялық байлықтар бар, эмоциялық байлықтар, энергетикалық байлықтар. Солардың барлығын реттестіру үшін біз қандай мамандарды осы подкастымызға шақырсақ деп ойлап едік. Дәл сіз келдіңіз осы әйелдердің энергиясы көтеру арқылы, состояниесі реттеу арқылы, олардың состояниесі жақсы болған кезде олардың бала жағасына да және де үйіне де әсер ететіні туралы көзіміз жетті. Әсіресе отбасылық ауа райына дейін погода в семье это қатты әсер етеді. Осы жағдай әйелдің энергиясы, әйелдің состояниясы, барлығымыз әйелміз ғой, үйдегі баланың да ол ата-ананың да, яғни үйдегі ата-ененің де, ол күйеудің де ақшасына әсер етеді деп айтайыншы. Қазіргі больная тема. Больная тема. Егер күйеуіңіз ақша таппай жүрсе, деген значит, әйелдің энергиясының төмен болуы. Энергия беріп, алмасу керек қосын. Алмасу керек. Әйел дейтін зарядка ғой. Не только в постели, так могу сказать. Просто так төсекте ғана энергия беріп қою деген нәрсе емес. Ол тактильный контакт, егер де құмырасы толып тұрса, әйелдің жаңағы суы әдемі болып тұрса да, ішіндегі энергиясы әдемі болып тұрса, күйеуі де жайнап жүреді. Әсер етеді, және де жайнап жүріп, ақшасы көбейеді. 40 келеді. 40 келеді, бар бизнес жасауы мүмкін. Өте керемет. Бізде бүгінгі шығарылымда өте бір керемет қонақ болды. Құрметті менің оқырмандарым, бізді жаңадан көріп отқан жандар, сіздерге арнап мен Ақерке ханымнан өте бір керемет дүниені алып алайын деп тұрмын. Сіздер үшін осы жерде Ақерке ханым, дәл бізді көріп отқан жандарға сіздің бір сыйлығыңыз керек. Орталығыңызға деген бір емге ма, немесе жағдай ең мықты комментарий жазған адамдарға бір 10 адамды алайық. Сол адамдардың 10-ына сіздің орталықта бір рет диагностика жасауға немесе емге қандай бір ұсыныс айта аласыз? Сол бойынша айтса кетсеңіз. Давайте менің консультациям, яғни бұл жерде консультацияны тегін жасайық. Вау. 7.000 теңге тұрады. Шымкенттегі ең арзан остеопат неврологтар деп барлығын 10.000 теңге емес, 30-40 мың теңге емес, да, давайте 7.000 теңге тұрады консультация. Соны біздер тегін берейік 10 адамға. Менің консультациямда егер астына комментарий, күшті комментарий келсе, сіз өзіңіз оқисыз соны? Оқимыз. Арасын өзіміз бірге таңдаймыз. Содан барып айтамыз, бізге байланысқа шығатын болады. Ассистент нөміріне жасап болады, немесе біздер көреміз, қалай таңдағанымызда, сонымен. Тағы да бір қосарыңыз бар ма? Біздің подкастымызға көрермендерге айтар лебізіңіз, немесе енелерге, еркектерге де, әйелдерге де барлығына пайдалы болды деп ойлаймын. Тағы да айтарыңыз болса? Сау ана, сау ұрпақ. Өте керемет. Осы девизбен мен всегда жүремін. Сау ана, сау ұрпақ. Ана, әйел адам сау болса, ол отбасыдағы ауа райының өзгермеуіне, отбасының шайқалмауына алып келеді. Егер мен оны 10 жыл бұрын білгенде, 12 жыл болыпты ғой. 12 жыл бұрын білгенде, мен осы нәрсе мен өмірімде болмас беді. Өкінбеймін, әрине. Өкінбеймін, бірақ ажырасудың алдын алу мүмкіндігі бар. Біздің қоғам ажыраспайтындардың қоғамы болғанын қалаймыз бізде. Барлығы жақсы болған, демографиямыздың артқанын қалаймыз, бала шағамыз сау болғанын қалаймыз, және де болашағымыз жарқын болғанын қалаймыз.
сол жарқын болашаққа өзіңіздің пайдаңызды тигізіп жүргеніңізге рахмет. Шымкент қаласының ең мықты невролог остеопаты деп те айтсам да болады. Және де қазіргі таңда психологияңызды қосып әйелдерге энергия состояние беретіндей жағдай алып келіп жатқаныңызға рахмет. Бүгінгі біздің қонағымыз болғаныңызға көп рахмет айтамын. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Ал құрметті менің көрермендерім, сіздермен бірге болған бүгін өте керемет шығарылым. Керемет деген сөзді де мен көп қолданамын, байқадыңыздар. Соған байланысты өмірлеріңіз керемет болсын, бай өмірлеріңіз іштеріңізден басылады, және де бай өмір санадан басылады. Сондықтан да бүгінгі шығарылымда қонағымызды шығарып салайық. Сіздермен бірге өте бір керемет дүниені талқылап жүрейік. Егер де осы подкастымыздың әрбір выпусктары келесілерде шығып отқанын қаласаңыздар, және де өте бір пайдалы дүниелерді алғыларыңыз келсе, онда міндетті түрде подписаться етіп, колокольчик басып, жағдай арнаға тіркеліп қойыңыздар. Тіркелмесеңіздер де, көрсеңіздер де комментарий жазып кетіңіздер, чтобы мен сіздерге пайда беріп жатқанымды көру арқылы ары қарай да шабыттана беремін. Сіздермен болған бүгін Бай Бейбіт, Бай өмір подкасты. Келесі шығарылымда жолыққанша.